Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 119 сабақ мәтін және сөйлем. Бұл бізде жыл бойы өткенді қайталау. Бірінші жаттығу, мәтінді түсініп оқы. Біздің бәрімізде мерекені жақсы көреміз. Оған дайындаламыз. Халықтық мерекелер 22 наурыз, 8 наурыз, 16 желтоқсан тәуелсіздік күні, 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні, 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күні және басқалары. Сонымен бірге кәсіптік мерекелер бар. Жыл сайын әртүрлі мамандық иелері, дәрігерлер, мұғалімдер, құрылысшылар, шахтерлер, металлургтер, тағы басқалар өз мерекелерін тойлайды. Бұл күні мерекелік жиналыс, салтанатты кеш өтеді. Үздік жұмысшыларға, қызметкерлерге атақ және сыйлықтар беріледі. Ал енді осы жаттығу бойынша тапсырмаларға келейік. Мәтін мазмұнына сәйкес атты анықта. Кәсіптік мерекелер, халықтық мерекелер, мерекелер және мерекеде деген 4 тақырып берілген. Балалар, бұл мәтінде бізде мерекелердің түрлері айтылған, яғни кәсіптік мерекелер, халықтық мерекелер. Сондықтан да бұл мәтіннің тақырыбын мерекелер деп алсақ болады. Келесі тапсырма, бұл мәтіннің қай түрі? Бұл мәтін әңгімелеу мәтініне жатады. Мәтін бөліктерінің атауын толықтыр. Мәтін бөліктері: 1. Мерекелік дайындық, 2. Халықаралық мерекелер, 3. Кәсіптік мерекелер. Көп нүктенің орнына бастауыш болатын сөзді тауып жаз. Мен мерекені ұнатамын. Біз мерекеге қызу дайындаламыз. Маған наурыз мерекесі өте ұнайды. Бұлар жай сөйлемнің қай түрі екенін айт. Бұл сөйлемдер тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелерден құралған. Сондықтан бұл сөйлемдер жайылма сөйлемге жатады. 3. жаттығу, шығармашылық үзіліс. Балалардың қай мерекеге дайындалып жатқанын білу үшін олардың орнын ауыстыра отырып мерекенің атын тап. Балалар, бұл жерде балалар күніне дайындалып жатыр. Бұл мерекені сен қалай қарсы аласың? Әңгімеле. Мысалы, мен мерекеде ата-анаммен бірге балалар ойнайтын алаңға барамын. Онда біз көңілді уақыт өткіземіз. Ал сен ше? Сен балалар мерекесін қалай өткізесің? 4. жаттығу, сөздердің ара жігін ажыратып, мақалды жаз. Бірлік бар жерде тірлік бар. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Видео ұнаған болса, видеоға лайк басып, міндетті түрде каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сол кезде келесі шыққан сабақтарды бірінші болып көретін боласыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.